Қайырлы күн баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздерге тауық етінен жасалынатын дымлама тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сұйық май, тауық еті, жуа, сарымсақ, тәтті бұрыштардың қызыл-жасыл түрлері, сәбіз, қызанақ, аскөк, картоп, 40 қабат қажет. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Одан соң тауық етін орналастырамыз. Тауық етін ірі-ірі ғып алғандарыңыз абзал. Содан соң дәл видеодағыдай қазанымызға жалпағынан орналастырамыз. Оның бетіне дәмдеуіштерді себеміз міндетті түрде. Және дәл видеодағыдай тауықтың бетіне жуаларды қоямыз. Содан соң сарымсақтарды да себелеп әр жеріне орналастырып шығамыз. Одан соң тәтті бұрыштардың жасыл қызыл түрін қоямыз. Аздап дәмдеуіштерден сеуіп шығамыз тұзы кіру үшін аз-аздан. Содан соң сәбізімізді орналастырамыз. Сәбіздің бетіне зираламызды сеуіп шығамыз. Одан кейін қызанағымызды, аскөгімізді орналастырамыз. Үйлеріңізде лавровый лист болса, лавровый листтен де салсаңыздар болады. Одан кейін картопымызды, дәл видеодағыдай. Және осы картоптың бетіне дәмдеуіштер сеуіп болғаннан кейін 40 қабатпен бетін жауып тастаймыз. Дәл осылай. Бұл тамақ жай отта 40 минутта пісіп шығады. Міне, тамағымыз дайын. Ыдысымызға әсемдеп орналастырамыз. Алдымен 40 қабаттардың астына, одан кейін картопын барлығын орналастырамыз. Бұл тағамға ешқандай су құймайсыздар. Помидордың, картоптың, капустаның өз сөлі бөлініп шығатын болады. Асты жабысып қалады деп еш уайымдамаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.